Реформатор ғалым Ахмет Байтұрсынұлы өзінің тіл туралы зерттеу мақаласында тіл адамның адамдық белгісінің зоры, жұмсайтын қаруының бірі. Біздің заманымыз жазу заманы. Жазумен сөйлесу, ауызбен сөйлесуден артық дәрежеге жеткен заман дейді. Сондықтан ол қазақ әліпбиін түзеп, түрлеудің, ана тілінде оқулықтар жазудың мәні зор екенін ғасыр басында қоғами ахуалмен байланыстыра отырып, аса жауапты жұмысты қолға алған. Сондай еңбектерінің бірі тіл құралы. Оқулық негізінен 3 жылдыққа арналып, әр жылғы сыныптарға жеке-жеке жазылған құрал. Біріншісі тіл танытқыш кітабы. Онда дыбыс жүйесі мен түрлері қарастырылады. Кітап 1914 жылы жазылған. Екіншісі сөздің жүйесі мен түрлері 1914-15 жылдар жарық көрген. Үшіншісі сөйлем жүйесі мен түрлері 1923 жыл жарық көрген. Барлығы да Орынбор қаласында жарық көрген. Әдіскер ұстаз осы оқулықты не себепті 3 жылға бөлгенін түсіндіреді. Бірінші кітапта әріптер, буындар, әріптер туралы ережелер, қазақ тіліндегі сөздердің тұлғалары оқытылады. Екінші, үшінші кітаптарда түбіршек, жалғамалы, қопармалы болып бөлінетіні, қазақ тілінің қай топқа жататынын, әрі оның негізгі ережелерін түсіндіріп береді. Тіл құрал кітабының бірінші бөлімі 7 рет, екінші бөлімі 8 рет, үшінші бөлімі 6 рет басылған.